Чо там? Кухонная оппозицияның бүгін амп еткізіп жоғары жақ аузын жауып тастады ма? Кәдімгідей ауыздарына құм құйып тастады ма? Құрметті қазақ елі, ассалаумағалейкум, ағайын амансыздар ма? Достар, мен әрдайым айтамын ғой сіздерге. Мынау қашып кеткен кухонный оппозиционерлердің әңгімесіне сене бермеңіздер. Оларға сіздер қызық емессіздер. Оларға бәрібір мұнда не болып жатқаны. Олар мынау шетелдің ақшасын алып отыр. Соның арқасында біздің елімізде любой ситуацияны пайдаланып, мына елді былай шатат етпекші да. Түсінесіздер ма? Осылай шатат етпекші. Олардың мақсаты бір, ана ақшаны алып отқан жаңа сорысы бар, басқасы бар, соны ақтау. Мысалға, ойбай, НДС 20% болады екен, көбейеді екен, қазақ халқы не қарап отырсыңдар деді. Бүгін өкімет не деді? Ей, қазақ халқы, жай, асықпаңыздар. Ол 20% болғанменен сіздерге қатысы жоқ оның. Ол жаңағыдай бизнес жасап отырсың ба, жасай бер. Саған бұрынғыдай НДС қалады. Ол жаңа 20% деген мынау жағдайын төрт бұрышты қылып алып, жаңағыдай анаяқтан мынаяқтан ақша тауып бизнес жасап алғандар бар ғой жоғары жақтағы. Соларға байланысты 20% болады деді, Сендер өздерің әрдайым айтасыңдар ғой, халықтың ақшасын жеп бизнес жасап алыпты. Ойбай, анан қара деп. Соларға салынайын деп отыр ғой 20% деген. Ал енді не ұнамай жатыр сендерге, Құрметті қазақ елі, бизнес жасайсыздар ма? Жаңағыдай магазин, шаштараз, анау мынау деген сияқты жасай беріңіздер. НДС бұрынғыдай болып қалады. Сондықтан әліптің артын бағуды үйренейік. Аман болайық.